Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода мен жұмыссыз ретінде қалай тіркелуге болады соны көрсетемін. Еңбек кезет деп жазамыз. Поиске шыққаннан кейін электронный биржа труда дегенді басамыз. Одан кейін войти-ді басамыз. Оң жағында тұр. Одан кейін бүгін біз видеода YouGov Etsp арқылы кіреміз. Негізі ол SMS-пен де кіруге болады. Etsp деген таңдаймыз. Выбрать сертификат. Осы Etsp ключтерін таңдап, паролін жазамыз. Одан кейін открытті басып, и разрешитті басамыз. Кіргеннен кейін мой кабинетті басамыз. Мой кабинеттен кейін государственный услуганы басқаннан кейін регистрация лер дегенді басасыздар. Осы жерге птичканы қойып, выполнять деген басамыз. Etsp-ні таңдап, бұл жерге де бірінші ключіңізді таңдайсыз. Паролін енгізесіз. Кіргеннен кейін сразу проверканы басасыздар. Подать заявку дегенді басасыздар. Осы подать заявку бергеннен кейін ішінде шығады. Резюмені полный мамандықтарыңызды көрсетесіздер. Қай жылда оқуды бітірдіңіз, одан кейін қандай айлық сізге керек, соны көрсетесіз. Одан кейін полностью толтырғаннан кейін асты жағында сохранить деген шығып тұрады. Оған кіргеннен кейін екінші ключпен подписать етесіздер. Одан кейін сіздерге автоматически түрде сообщение келеді, жұмыссыз ретінде тіркелгендігіңіз туралы. Видео ұнаса лайк басып каналға жазылыңыз.